Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз өзін-өзі тану пәні бойынша 28 сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы жанды су. Құндылығы қиянат жасамау. Қасиеттері тазалық, қамқорлық, үнемшілдік. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты оқушыларға судың табиғатта адам өміріндегі алатын орнын айта отырып, қиянат жасамау құндылығын қалыптастыру. Өзін-өзі тану пәнінің 5 ережесін қайталаймыз. Тәртіп, тазалық, талап, тыныштық, татулық. Міне осы 5 ережені сақтап, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі бұлақ көрсең көзін аш. Үйіміздегі су шүмегінен су тамшылап тұратын кездер болады. Егер де осыны математикалық есепке салар болсақ, минутына 1 тамшы су тамшылайтын болса, айына 170 литр су босқа ақты деген сөз. Жер бетіндегі 7 миллиард тұрғынның әрбірі қол басын жуғанда, тісін тазалағанда, дәрет алғанда 1 литр суды босқа ағызатын болса, әлемде 7 миллиард литр су немесе 7 миллион тонна су ысырап болады деген сөз. Дүниенің басқа аймақтарында 1,5 миллиард адам ауыз суға зар болып, салдарынан әртүрлі ауруларға шалдығуда. Күніне 24 мыңнан астам адам аштықтан, 8 миллион адам лас судан қайтыс болады. Бұлардың басым көпшілігі жас нәрестелер мен қарттар. Әлемдегі тіршілік иесінің бір тобы ішерге ас таппай жатса, екінші бір тобы ас тамшылықпен қаншама жарамды азық-түлікті қоқысқа лақтыруда. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі бұлақ көрсең көзін аш. Нақыл сөзі бойынша өздерің көрген бейнероликтен қандай ой түйдіңдер? Нені ұқтыңдар? Және қандай пайдалы кеңестер алдыңдар? Сол жөнінде кері байланыс ретінде жазып маған жіберулеріңе болады. Бүгінгі сабағымыздың шығармашылық жұмысы ретінде біз сендермен постер қорғаймыз. Алдарыңда тұрған суреттер бойынша сұрақтар беріледі. Суды қалай үнемдеуге болатынын айтыңдар. Өз постеріңді жаса. Постерге суды үнемдеу туралы кеңестеріңді жазып, тапсырманы орындаңдар. Су біздің басты байлығымыз. Су адам баласына аса қажетті мол қазына. Адам сусыз тіршілік ете алмайды. Табиғатта судың қолданылмайтын жері жоқ. Сусыз тамақ піспейді, тазалық та болмайды. Су жолымен адам қатынайды. Қайық, кеме жүзеді, жүк тасиды. Судың күшінен электр қуатында алады. Бірде-бір өндіріс орны сусыз жұмыс істей алмайды. Бояу езу, мата, тері бояу, қағаз, сабын дайындауға да су қажет екен балалар. Судың көзіміздің қарашығындай сақтап, игілікке жұмсауымыз керек екен. Бүгінгі сабағымызда үй тапсырмасы ретінде төменде берілген өлеңді оқып, суға ризашылық білдіріп, алғыс хатын жазыңдар. Су жерде судан тұрады, көкте судан тұрады, дене судан тұрады, теңіз де судан тұрады. Су тіршіліктің бұлағы. Міне балалар, су жөнінде ақпараттар көп екен. Су табиғаттың сыйы. Су байлық, су тіршілік көзі. Су адам өміріне өте қажет екен. Су таза, иіссіз, мөлдір. Су табиғатта қатты, сұйық, газ күйінде кездеседі. Судың емдік қасиеті бар. Табиғатта шипалы сулар көп кездеседі. Енді біз су туралы мақал-мәтелдерді қайталаймыз. Судың да сұрауы бар. Судай таза бол.
Сумен бекер ойнама. Суды босқа төкпе. Адам баласының судан үйренері көп. Су көздерін таза ұстап, оның қадірін біліп қорғау қажет. Суды үнемдеп сақтау керек екен балалар. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.